Эфирде кино бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар жайында. Сондай-ақ әйгілі Hellboy фантастикалық франшизасының жаңа нұсқасы мен Әсел Садуақасова продюсерлік еткен Семенин отандық комедиясы жайында айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Тимур Бекмамбетов Денис Теннің жобасын экранға шығармақ. Семенин комедиясының премьерасы өтті. Кино саласына инвестиция тартатын жаңа компания ашылды. Түсірілім алаңындағы жұмыс істеу стильдері туралы кинорежиссер Әділхан Ержанов айтты. Разрешите представить моего друга Каната Жмабаевича. Режиссер Фархат Шариповтың «Тренинг личностного роста» көркем фильмі 41-ші Мәскеу халықаралық кино байқауына қатыспақ. Кинофестиваль сәуір айының 18 мен 25 аралығында өтеді. Биылғы жылы әйгілі кино бәйгенің Әділқазар алқасын белгілі оңтүстік корейлік режиссер Ким Кидук басқарады. «Тренинг личностного роста» картинасы 40 жастағы Қанат есімді банк қызметкерінің тағдырынан сыр шертеді. Ол орта жастағы дағдарысқа түскен жан. Бір жолы Қанат көшбасшылық қабілетті дамытуға арналған тренингке тап болады. Осы сәттен бастап оның өмірі күрт өзгереді. Hellboy картинасының жұлдызы Дэвид Харбор, тыңшы қыз Наташа Романов жайлы су жаңа «Черная вдова» лентасында басты рөлдердің бірін еншіледі. Харбордың қандай кейіпкерді сомдайтыны әзірге белгісіз, әрі сюжеттің жайы да құпия сақталып отыр. Сонымен қатар ағылшын аруы Рэйчел Вайс Marvel Studios тобымен келіссөздерді бастап кеткен екен. Актриса «Фаворитка» және «Константин» фильмдер арқылы танылған еді. Что такое? Не знаю, странное чувство. Бұл актерлік құрамға Флоренс Пью келіп қосылды. Ол қара жесірдің бітіспес қарсыласын сомдайды. Түсірілім жұмыстары биыл маусым айында Лондонда басталады. Фильмнің қашан шығатыны әзірге белгісіз. Тимур Бекмамбетовтың компаниясы Денис Теннің сценарий желісімен толық метрлі картинаның түсірілім жұмыстарына кірісті. Аталмыш сценарий Бекмамбетов студиясының арнайы байқауында іріктеуден өткен еді. «Слепая любовь» атты бұл жоба коммерциялық мақсатта емес, естелік ретінде түсірілетін туынды болмақ. Картина авторлары түпнұсқа сценарийді өзгертпестен лентаны ағылшын тілінде ұсынуға ниетті. Тимур Бекмамбетовтың сөзінше, ол Дениспен қайғылы қазаға дейін кездесіп, лентаның жұмысымен оның жарыққа шығуына қатысты сөйлесіп үлгерген екен. «Слепая любовь» жобасы жас жігітпен құлағы естімейтін қыз жайында. Екеуі ғаламтор арқылы танысады, желіде сөйлесе жүріп, бір-бірін сүйіп қалған қос ғашық енді махаббат жолында сынға түспек. На одном острове в Шотландии тайный культ вызвал нечто из бездны ада. Демона, которому суждено положить конец миру людей. И этот демон, которого вы так боитесь, он появился? О, да. Это ты. Комикс қаһармандарының ішіндегі ең қайталанбас образ иесі Hellboy үлкен экрандарға қайта оралмақ. Режиссер Гильермо Дель Торо таспалаған түпнұсқалық франшиза енді +18 рейтингісімен шығады. Жаңа жобаны жүзеге асыру жауапкершілігін көптеген кино туындылардан әлемге танылып үлгерген Нил Маршалл өз мойнына алып отыр. Картинадағы басты рөлде «Очень странные дела» сериалының басты жұлдызы Дэвид Харбор ойнаған. Нил Маршалдың лентасы Майк Миньолдың комикстері негізінде таспаланған. Hellboy алғаш рет 1993 жылы комикс ретінде шықты. Когда началось восстание, мы сражались вместе, плечом к плечу. Это здесь? А ты чего ожидал? Таблички «Секретный штаб»? Эй, ты! Паспорт покажи, Джей.
Hellboy комиксі алғаш рет 2004 жылы экранизацияланды. Араға 4 жыл салып сиквелдің релизі жария етілді. Фильмнің екінші бөлімі $85 миллион таспаланып, әлемдік прокаттан 235 миллион жинаған болатын. Ал жаңа Hellboy өзін қалай көрсететінен әзірге болжап айту қиын. Өйткені ол танымалдылығы жағынан еш кем түспейтін өзге супер қаһарман Шазаммен прокаттағы табыс үшін додаға түседі. Майк Миньола бұл фильмді 2008 жылы жарық көрген Гильермо Дель Тороның Hellboy 2 Золотая армия шытырман лентасының заңды жалғасы етіп таспалауға ниетті еді. Алайда аталмыш картинаның басты кейіпкерін сомдаған актер түсірілімнен бас тартқан. Hellboy жаңа хикаясында Иэн Макшейн профессор Тревор Брутенхолм кейпіне енді. Бұл басты қаһарманның әкесінің рөлі. Ол Майк Миньолдың комикстермен қатар Гильермо Дель Тороның фильмдерінде де бой көрсеткен. Аталмыш кейіпкер тек алғашқы Hellboy жайлы лентада ғана толық таныстырылған еді. Екінші бөлімінде ол тек камео аясында ұсынылды. Фильм 2017 жылдың қыркүйек айында Ұлыбритания мен Болгария елдерінде таспаланған. Hellboy 1944 жылы Григорий Распутиннің мистикалық тәжірибесі арқасында жер бетінде пайда болатын тозақтың патшасы. Кішкентай ғана зұлым күштің иесі америкалық әскерилердің қолына түседі. Ержеткен Hellboy тылсым күштерді зерттеумен шұғылданатын құпия бюрода қызмет етіп жүреді. Ақырында ол өз күш қуатының игілігін адамзат баласын қорғауға жұмсайтын тұлғаға айналады. Нам мир не пора спасать? Қазақстандық прокаттан продюсер Әсел Садуақасованың кино по понятиям деп аталған тың туындысын көруге болады. Картинада басты рөлді Фархат Құлбаев сомдаған. Ағымдағы аптада қазақстандық киносүйер қауымның назарына қос киногердің семинин деп айдар тағылған жаңа комедиясы ұсынылмақ. Кинобизнес бағдарламасының түсірілім тобы аталған фильмнің Алматыда өткен премьерасына қатысып қайтты. Алматыда тағы бір тың кино туынды отандық көрерменге жол тартты. Үлкен экрандарға семинин фильмі шықты. Картинаның режиссері дебютант Фархат Құлбаев. Комедиядағы басты рөл Әсел Садуақасоваға бұйырған. Бұл жолы белгілі продюсер 40 жастағы әйелдің образын сомдайды. Картинада онымен қатар Әбу Насыр Сереков, Мариям Сатаева мен Қайрат Әділгерей ойнаған. Былтырғы жылдың желтоқсанында басталған түсірілім жұмыстары солайда толық аяқталды. Бұл жоба Әсел үшін 8-ші продюсерлік жұмысы болып отыр. Вообще, когда снимаешь проект с Абикей, вот с Кайратом, с Кайреке. Әбекеңмен және Қайратпен жобаны таспалаудың өзі бір ғанибет. Олар үнемі бір-бірімен әзілдесіп, түсірілім алаңына керемет көңіл күй сыйлайды. Картинаны таспалау сондықтан да оңай болды деп айта аламын. Барлық жұмысты уақытылы бітіріп, картинаны жоспар бойынша аяқтаған режиссер Фархатқа алғыс айтамын. Не было ни одного простоя, все как бы стабильно, все отсняли. Семинин картинасы белшесінен қарызға батқан 45 жастағы ер адамның өмірі жайында. Қызының ұзатуына даярланып жатқанымен әкесі бұл жаңалыққа аса разы емес. Аяқ астынан отағасы жаңадан несие алудың амалын табады. Бейтаныс жан не қалайсың деп астарлап сұрағанда, ол мол ақшаға иелік етіп, алаңсыз өмір сүруді қалайтынын айтқан еді. Тілегі қабылданған кейіпкер келесі күні ұйқысынан асқан бай әрі бойдақ болып оянады. Енді оның жанұясы басқа біреуге тиесілі. Мораль самое важное и главное, что... Ең бастысы жанұяны бағалау әрі өзің жар еткен адамды барынша құрметтеу. Өйткені бұл сенің жасаған өмірлік таңдауың. Жақсы көру дегеніміз сенің жақындарың екен. Қалған дүниенің қорқынышты еместігін ұғыну маңызды. Мойныңыз несиеге байланып, дүние астан-кестең болса да, өз үйім өлең төсегім дейтін отбасыңыз сіздің берік қамалыңыз болады. Вокруг всех и вся. Бұл рөлді Әсел Садуақасова әйелге тан бар нәзіктік пен жұмсақтықты сала сомдаған екен. Фильмдегі шетелдік бикештің образы болса, Әлнұр Жұматаеваға бұйырыпты. Актрисаға бұл кейіпкерді ойнау өзі күтпеген жаңалық болғанын айтады. Я пришла в последний день кастинга, и я понятия не имела, что... Мен іріктеудің соңғы күні келдім. Мені не күтіп тұрғаннан мүлде бейхабар едім. Келе сала кастинг директоры француз тіліндегі мәтінді менің қолыма ұстатты. Аздап абдырап қалғаным рас. Дегенмен аздаған уақыттың ішінде даярланып, тиесілі эпизодты ойнап шықтым. Бір апта өткен соң хабарласып, рөлге бекітілгенімді айтты. Бұл менің Әселмен алғаш танысуым еді. Қуанышым тіпті қойныма сыймады. Фильм. Я так, что? Я с Әсел. Это было мое первое знакомство с Әсел, и я за это безумно благодарна. Режиссердің пайымынша картина тәрбиелік мәнімен ерекше. Бұл туындыны таспалау идеясы Фархатқа еліміздегі ажырасқан жанұялардың статистикасын көрген сәтте келіпті.
Фильмді тамашалаған әр көрермен отбасылық құндылықтарды тереңінен танып, жанындағы жақын жандардың бағасын бұрынғыдан бетер түсінер деген сенімде картина авторы. Съемки прошли очень хорошо, очень весело. Түсірілім жұмыстары өте қызықты өтті. Біздің таспалаған туындымыз тек комедия ғана емес, керісінше комедиялық элементтері бар драма дер едім. Оның астарында құр ойын күлкіден де маңыздырақ отбасын бағалау дейтін дүние жатыр. Нежели просто юмор. Дегенмен көрерменнің қабылдауына жеңіл болу үшін фильм комедия жанрында таспаланған. Түсірілім тобы мен актерлардың айтуынша, Әбу Насыр Сериковтың әзіл қойлығы фильмді таспалау барысының өзін нағыз комедияға айналдырған. Бұл кісінің бойында сарқылмас позитив жатыр. Оған өзіне тән харизмасымен айналасын баурап алатын күш қуатын қосыңыз. Түсірілімде жүріп, көңілсіздік дегенді мүлде ұмытасың. Бұл роль актердің жеке мансабындағы басты жобаның бірі екен. Зима было, холодно было. 20 градус мороза. Қыстың күні 20 градус аязда костюммен түсу оңай болған жоқ. Суыққа да төздік. Барлық көрерменді тұсаукесерге шақырамын. Сәттілік, келіңіздер, көріңіздер. Приходите, отдохните. I love you, I love you. I love you. Мы покинули Солнечную систему. Связь не работает. Но я держусь. Мы были отбросами. Сорняками. Никому не нужными изгоями. Пока кому-то не пришло в голову принести нас в жертву. Во имя науки. Сондай-ақ осы аптада талғамбас көрермен назарына «Высшее общество» деп аталған триллер ұсынылады. Фильмнің премьерасы Торонтодағы кинофестивальде өтіп, сыншылардың жоғары бағасын алған болатын. Француз киносының классигі Клэр Дени өзін түрлі жанрларда сынап көрген, және әлі де адам табиғатын зерттеумен келеді. Кино майталманның кезекті туындысына фантастика тақырыбы арқау болыпты. Аталған философиялық фантастиканың астарында жатқан түпкі ойды әркім түсіне қоймайды дейді фильм авторлары. Бұл фантастиканы Клэр Дени түсіретіндіктен одан «Звездные войны» тәрізді туынды күтудің қажеті жоқ. Ол «Солярис» фильмі секілді өнімді ұсынады деген пайымды белгілі кино мамандары жиі айтады. Денидің өз фильмдерінің жан дүниесін айнытпай көрсете білу шеберлігі оны жаңа биікке көтергені анық. Режиссер қапастағы адамдардың тағдырын суреттеуде алдына жан салған емес. Клэр Дени бұл жобасын 2002 жылдан бері жоспарлаған екен. Роберт Паттинсон хикаяға қызығушылық танытқанда, режиссер оны тым жас деп қабылдаған. Актер болса Денимен жұмыс істеймін деген үмітін үзбей, ақыры басты рөлді еншіледі. Я знаю, что похоже на ведьму. Ты нашла себе новую религию? Ғарыш кемесі жерге жақын Қарапанға бет алған. Ішінде қаны қатқан қатыгез қылмыскерлер толып отыр. Қалың ұйқыда жатқан баскесерлерді күзететін Монте ғана сергек. Уақыт өте Монте сергелденге түсіп, ашуға бой алдырып қылмыскерлерді оятып алады. Әуе кемесінде енді тыныштық жоқ. Роберт Паттинсонмен бірге фильмге Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Мия Гот түскен. Алматыда отандық киноиндустрия саласы мен заманауи өнер түрлерін дамытуды мақсат еткен инвестициялық компанияның презентациясы өткен болатын. Жаңа құрылған мекеме шығармашылық ұжымдар мен инвесторлардың арасында тығыз байланыс орнатып, қазақстандық кино мен шоу-бизнес өнімдерін ішкі нарыққа шығарып, әлемдік деңгейде ұсынуды көздейді екен. Қазірдің өзінде аталмыш компанияға Қазақстан, Жапония, Малайзия елдерінің кәсіпкерлері қаржылай демеушілік көрсетіп отыр. Қазақстанда киноиндустрия мен шоу-бизнес саласында қызметін ұсынатын ерекше инвестициялық компания өз жұмысын бастады. Отандық кино тарихында алғаш рет жобаларды халықаралық инвесторлардың қолдауымен жүзеге асыру мүмкін болмақ. Бұл ұйым көптеген режиссерлар, сценаристер мен актерларға үлкен мүмкіндіктер ұсынады дейді авторлары. Ерекше жобаның тұсаукесеріне Жапония мен Малайзия елінен келген кино өндіріс саласының өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылар келешекте шетелдік әріптестерінің қатарын арттыруды көздеп отыр. Хотели понять, как это все делается. Первый фильм. Ең алдымен қысқа метрлі картина арқылы бұл жүйенің қалай жүзеге асатынын түсінгіміз келді. Кейін толық метрлі туындылар арқылы байқап көрдік. Біздің досымыз сценарист, идея авторы әрі қойшы режиссер Мереке Мұқан. Онымен бірлесе біз 6 айдың ішінде толық метрлі туынды таспаладық.
Қазіргі таңда алғашқы қысқа метрлі картина постпродакшн кезеңінен өтіп жатыр. Оны көрермендер жақын уақытта тамашалап бағасын бере алады. Компания дүниеге әкелген толық метрлі туындыны да жұрт жуық арада еліміздің үлкен экрандарынан көретін болады. Мама плюс папа атты отбасылық комедиясын аталмыш компания өкілдері өзінің тырнақ алды туындысына балайды. Өйткені осы лентаны таспалау барысында ұжым үлкен тәжірибе жинақтаған. Основная цель была изучить рынок, кухню, как это все делать. Ең басты мақсат нарықты толық зерттеп, кино өндірістің қыр-сырымен танысу болды. Біз кино таспалау дейтін істің бел ортасында жүріп, біраз дүниені игердік, үйрендік. Киномызда көңілімізден шықты. Көрерменге ұнауы тиіс. Поучительный фильм. Думаем, что понравится аудитории. Жұмыс істеудің бұл жаңа үлгісі отандық киноиндустрия мен шоу-бизнестің дамуына жаңа серпін әкелуі тиіс. Бұл жобаның идеясын қазақстандық белгілі режиссер, кинодраматург Сатыбалды Нарымбетов толықтай қолдап отыр. Инвестициялық компанияның дүниеге келуі ел киносының сапасы артып, бәсекеге қабілетті боларына киномаман зор сенім білдірді. Чем больше киностудий, тем лучше. У молодых талант. Киностудиялардың көп болғаны өте жақсы. Жас әрі талантты киногерлер үшін таңдау көп деген сөз. Бұл есік ашылмаса, тағы бір кіретін есіктің бар екендігі тамаша дүние. Жалғыз киностудия барлығын қамтамасыз етуге мүмкіндігі жоқ. Қуанышымызға орай біздің елімізде өз жобаларын арқалап, кезегін күтіп жүрген талантты режиссерлар өте көп. Осы тектес киностудиялар оларға таптырмас мүмкіндік сыйлайды. Вот такие киностудии как раз в самый раз для них. Кинофильмдерді бюджетпен қамтамасыз етумен қатар, бұл инвестициялық компания қазақстандық картиналарды шетелдік экрандарда көрсету мүмкіндігін қарастырып отыр. Инвестицияға мұқтаж жобалардың барлығы арнайы көркемдік кеңестің қатаң іріктеуінен өтеді. Сценарийлерге жарияланған байқау алғашқы күннің өзінде 15 шақты үміткер өз идеяларын ұсынып үлгерді. Олардың ішінен 3 сценарий сұрыпталып, қазір игеріліп жатыр. Компания биыл 5 бірдей картина таспалауды жоспарлап отыр. Түсірілім жұмыстары 1 мамырда басталады деп жоспарланған. Кинобизнес бағдарламасы отандық және әлем кино жұлдыздарымен қызықты сұхбат құрып, көкейкесті сұрақтарға жауап іздеуді жалғастырады. Бағдарламамыздың бүгінгі санында біз белгілі режиссер Әділхан Ержановпен тілдесеміз. Айта кеткен жөн, Әділхан Еуропалық кино академияға мүшелік алған бірінші қазақстандық кинематографист. Киногердің әлемнің мейірімді бейжайлығы фильмі 71-ші Кан кинофестивалінің ерекше көзқарас бағдарламасына қатысып, шетелдік сыншылардың жылы класына бөленген болатын. Мен жер бетіндегі ғажаптардың бәрін көрем. Мысалға сенің ішкі жан дүниең, сенің тазалығың. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы Еуропалық кино академияның мүшесі, кинорежиссер Әділхан Ержанов. Әділхан, студиямызға қош келдіңіз. Армысыздар, шақырғандарыңызға рахмет. Әділхан, вы один из самых фестивальных. Әділхан, сіз халықаралық кино байқауларда картиналары ең көп жүлде алған қазақстандық режиссерсіз. Әлемнің мейірімді бекжайлығы Қазақстан үшін ерекше картина. Бұл тамаша авторлық туындыны таспалау үшін дайындыққа қанша уақыт кетті? Фильм қалай дүниеге келді? Вообще задумывался этот фильм. Вообще мы уделяем подготовительному процессу очень большое внимание и... Дайындық кезеңіне біз өте көп уақыт жұмсадық. Дайындық процесі фильмнің түсірілім кезінде де жалғаса береді. Мысалы, біз 2 күн түсіретін болсақ, оған 3 күн даярланамыз. Арасында 1 күн тынығып алуымызға арнайы бөлінеді. Бірақ мен үшін бұл демалыс күні монтаж жасаумен өтіп кетеді. Сонымен қатар актерлармен отырып сценарийді тағы да пысықтаймыз. Таза 15 күндік түсірілім кезеңін біз кейде 1 немесе 1,5 айға созып жіберіп жатамыз. Осының арқасында біздің жұмысымызда басы артық дүние жоқ. Қосалқы қор ретінде ешқандай түсірілім жасамаймыз, және сапалы өнім дүниеге келеді. Стягиваем на большее количество дней, в итоге выходит больше экономии. И по творчеству бывает все качественнее. То есть это вот та самая... Бұл жүйені сіз өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Сіз тілге тиек еткен актерлармен даярлық репетициялар дегенде. Да, но я не знаю, это придумано ли мной или это... Бұл жүйені мен ойлап таптым ба білмеймін, бірақ маған осы мәнерде жұмыс істеген өте қолайлы. Түсірілім жұмысын бақылауым үшін ыңғайлы болғандықтан, әркім өзінің жанына жағатын стильде таспаланғаны дұрыс деп санаймын. Сондықтан осы әдіске бейімделіп алдым. Методу. И я привык работать так.
Әлемнің мейірімді бейжайлығы картинасындағы актерлармен жұмыс істеу жайына келсек, сіз Динара Бақтыбаева және Қуандық Дүйсенбаевпен жұмыс істедіңіз. Олармен әріптестікті келешекте де жалғастыру ойыңызда бар ма? Вы знаете, я до этого, в принципе, не работал с сюжетным кинематографом. Сюжеттік кинематографтың басты қозғаушы күші ол актерлар қауымы. Әлемнің мейірімді бейжайлығы лентасы менің алғашқы үлкен тәжірибем болғандықтан, осы жұмыс мәнерін барынша пайдалануға тырыстым. Бұған дейін мен өзіндік қолтаңбамды сюжет желісіне барынша қалдыруға тырыссам, бұл жолы актерлар қауымы жол бастаған Серкедей картинаның ажарын аша түсті. Яғни кейіпкерлер сюжет барысында көшбасшылық тізгінді өз қолына алады. Актерға бар жұмысты артып, толық сенім білдіруде қауіпті дүние. Өйткені сіз қандай шебермен фильм таспалап жатқаныңызды кейде толық білмейсіз. Осындай қиын эксперимент бағанда оңынан келіп, жемісін берді. Сондықтан Динара Бақтыбаева және Қуандық Дүйсенбаевпен істес болу маған ұнады. Таспаланып жатқан туындының көркемдігін еш жоғалтпай, суретіне зиян келтірмей, оны еркін мәнердегі актерлік шеберлікпен ұштастыруға болатындығына көз жеткіздім. Концепцияның бүлінбей, бастапқы қазғалпында қалуы және уақыт өте оның түрлене түсуі керемет құбылыс. Актерларымызда осыны түсініп, менің де қалайтынымды тамыршыдай айтқызбай-ақ біліп отырды. Актерлар еркін көсіле ойнаса да, ешқандай театр туындамайтыны мен үшін бұл үлкен жаңалық болғаны анық. Именно в таком ключе. Вот проект Қуандық атты картинаны сіз былтырғы жылдың соңында таспалап бітірдіңіз. Бұл туынды алғашқы Алматы кинофестивалінің жобалар бәйгесінде үздік деп танылды. Осы фильмде басты рөлді сомдаған Данияр Алшыновтың актер ретінде қандай келешегі бар? Сонымен қатар актерларға тізгінді беріп, оларға да фильмнің қосалқы авторы болуына мүмкіндік тудыратын жүйеңіз жайлы айтып берсеңіз. Чтобы они стали соавторами фильма. Этот фильм был, полностью, можно сказать, на драматургическом уровне. Бұл фильм драматургиялық деңгейде. Осы Данияр Алшынов пен Динара Бақтыбаеваның тапқырлығы арқасында дүниеге келді деп айтуға болады. Сценарий екеуіне арнап жазылып қойғандай. Өйткені актер деген фильмге дайын болып келетін бір бөлшек. Фильм болса кейін сол актердің мақамы мен жүрек қағысына бейімделіп, өзгеше үйлесім тауып жатады. Сондықтан кәсіби деңгей өте жоғары Даниярмен жұмыс істеу бір ғанибет. Ол қойылған тапсырманы лезде әрі бұлжытпай орындайды. Тек қана орындап қоймай, өзіндік бағалы үлесін қосып, таспаланып жатқан туындыны ажарландыра түседі. Кейіпкерді барынша тірілтіп, бойына қан жүгірткен оның шеберлігіне таңғалмасқа шарам қалмады. Өйткені басты кейіпкердің жан дүниесін тереңіне бойлап тани білетін тек сол актер ғана. Сондықтан режиссер ретінде мен әрбір актермен сенім білдіру арқылы байланыс орнатуға тырысамын. Оның еркін шабуына кедергі жасамай, үзеңгілесе отырып, қойылған тапсырманы тиянақты орындауға талпынамыз. Даниярдың актерлік шеберлігіне қатысты айтар болсам, мен оны еліміздегі ең талантты актерлардың бірі деп санаймын. Я понимаю, что актер все понимает, я даю полную свободу. Если говорить конкретно о его актерской игре, то, наверное, он один из самых талантливых актеров молодых. Заманауи қазақстандық киноның ба? Я бы сказал. Я тіпті қазақстандық киноның ғана емес деп те айтуға болады. Не только казахстанская. Енді қысқаша ғана қазақстандық киноны тілге тиек етсек, сіздің кино нарықты бақылап сараптама жасайтыныңызды білеміз. Қазіргі қазақстандық кино режиссерлардан кімді атай аласыз? Қандай картиналар сізге ұнайды? Я очень уважаю Жанну Исабаеву. Мен Жанна Исабаеваны қатты құрмет тұтамын. Ол коммерциялық табысты көздемей, өзінің шығармашылық жолымен жүріп келеді. Бұл мен үшін үлкен ерлік. Настоящее кино, и она не гонится за коммерческой славой. Она идет своей дорогой. Из коммерческих режиссеров я уважаю. Коммерциялық картиналар таспалайтын режиссерлардың ішінен Нұртас Адамбайды, Асқар Бейсенбин мен Әлшер Утевті айтатын едім. Олардан басқа да көптеген жанрлық киноны таспалап жүрген режиссерлар жетерлік. Олардың қазақстандық киноиндустрияға қосып жатқан үлесі орасан деп айта аламын. Создают жанровое кино, создают фундамент для кинематографа, в принципе, казахстанского. Кино бизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы режиссер Әділхан Ержанов болғанын естеріңізге сала кетейік. Әділхан, сізге жаңа авторлық жобалар мен табысты кино премьералар тілейміз. Рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз миллиард айдарымен жарық көрген ресейлік драмасы, проклятие плачущих хорроры мен Отель Мумбай, противостояние триллері туралы тарқатып айтамыз. Осымен бүгінге тәмам, келесі аптада кездескенше.